Мобилизация басталды, мында бізге топырлап келіп жатыр ғой. Көрші елден, көрші мемлекеттен. Өрекелерің ба келатыр, я. Кәм бұнда битеді бізге сондай халықаралық тақырыптарды қозғамаңдар, бізде бәрі қымбаттап жатыр. Неге қымбаттаған нәрсені айтпайсыңдар дейді. Міне пәтердің бағасы сол үшін қымбаттап кетті. 4 есе қымбаттап кетті. Бәрі қымбаттап. Иә, соны айтып отырмыз. Ол не себеп қымбаттап жатыр? Сол себебінен қымбаттап жатыр ғой. Рас па? Иә. Конечно. Соны түсінбейді да халық не үшін қымбаттап жатқанын. Айта береді, анау қымбаттап. Тағы да кетсін, әште қымбаттайды, скоро көресің. Студентті қаңғып жүр, квартира жоқ. Иә. Қонатын жер таппай, скоро паналайды. Ағайындар. Геополитикаға байланысты ол қымбаттап жатыр бәрі. Соғыс бар, анау бар, мынау бар, бәрі әсер етіп отыр бізге. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қалайсыңдар, балалар? Жақсы, аман есен. Шүкір, еттеп. Алла разы болсын. Қазақ тілі үшін өйстіп жүгіріп жүргендеріңе Алла разы болсын. Бауырлар, мен сендерді бұрыннан YouTube'дан көрем. Осындай жігіттер, осындай ағалар, осындай бауырларым бар болғанына Алла кетіп. Қазақ үшін, қазақ жер үшін сіздер күреспесеңдер, ешкім күреспейді, көбісі орыстар болып кеткен, білесіздер өздеріңіз. Енді мына мәселе сырттан келіп жатқан орыстар көп, бізге не Қазақстанға. Олар ертең келіп, уже бастамасы келіп жатыр. Квартира қымбат, үй қымбат, продуктымыз қымбат, мысалы қарап отырсаңыздар. Мына сырттан келген, мына көптеген адамдар көріп жатырмын, сіз сөйлеп жатсаңдар